Assalamu алейкум, ардақты Алаш жұрты, Улы көшкен мүдделі қауым және Қазақ Арманы партиясының жақтаушылары. Сағат сайын болмаса да сіздермен күніне бір рет осылай жүздесіп тұруымыз керек болып тұр. Әрине, бізді ойландыратын, толғандыратын мәселелер өте көп. Ол тек қана партия құру жұмысы ғана емес, бүгінгі күн тәртіпте тұрған Қытайдағы қазақтардың тағдыры. Қытайдағы қазақтардың 5 жылдан бері көріп жатқан азабы мен тозағы бүкіл дүние жүзін алаңдатып отыр. Қазақтардың ғана емес, аз ұлттардың сол жердегі, сол қатарда қазақтардың да. Бұл мәселедегі күресте менің майданым айқын. Серікжан Біләшұлымен біргемін Қытайдағы қазақтар үшін. Біргемін. Көзқарасымыз ұқсамаса да, ұстанымымыз бір-біріне сәйкес келмесе де, біз қазақтар мәселесіне келгенде біргеміз. Ол жігіт тағы да дабыл көтеріп қана Америкадағы өзінің бар мүмкіндіктерін пайдаланып, осы қазақтарға геноцидтен құтқаруға бар күшін салып жатыр. Кеше оның жақтастары қорғалып жатқан Атажұрт партиясының мүшелері әкімдікке апарып, жаңағы өтініш өткізді, бейбіт митингі деп. Егер сол бейбіт митингіге рұқсат беріп жатса, біз де барып сол митингіге қатынасамыз. Сіздер де барып қатынасыңыздар, құрметті Улы көшкен мүдделі қауым. Оған ешқандай шектеу жоқ. Сондай-ақ осы екі топта отырсыздар ғой, жаңағы Қазақ Арманы 1, Қазақ Арманы 2 партиясы деген екі топта да. Сіздердің ол Қытайдағы қазақтарға, туысқандарымызға қатысты әңгіме айтуларыңызға, оларды туралы өздеріңіздің ойларыңызды білдірулеріңізге, талап етулеріңізге әлемдік қауымдастықтан, әлемдік құқық қорғау ұйымдарынан өтініш жасап, оларға көмектесу жөнінде өтініш айтуға ешқандай шектеме жоқ, мен сіздерге айтайын. Ал мен өз тарапымнан кеше дүйсенбі күні Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне ресми хат жазып жібердім. Міндетті түрде олар жауап беретін болады. Мейлі қалай болса да жауап беретін болады. Керек болса, біз де осы мәселемен жаңағы рұқсат сұрап митингіге айналысатын боламыз. Одан ешқашан алаңдамаңыздар. Біздің осы партия құрып жатқандағы ең бір басты мақсатымыздың біреуі сол шеттегі қазақтарға көмектесу. Кеше айттым ғой, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы заңда жазылып тұр. Ол заңда жазылғанның сыртында ол біздің моральдық, біздің азаматтық қақымыз оларға болысу. Ол қазақтарға Қазақстан болыспаса, ешкім болыспайды. Қазақстан деген кім? Ол мен, сіз. Қанша қазақ бар, қанша халық бар Қазақстанда, оның бәрі Улы көшкен мүдделі, мен солай есептеймін. Сондықтан біздің мынау құрайық деп жатқан Қазақ Арманы партиясын тек қана қандастардың партиясы екен деп қалсаңыздар, қателесесіздер. Бұл Улы көшкен мүдделі қауымның партиясы. Улы көшке батыстың қазақтардан мүдделі, шығыстың қазақтардан мүдделі, солтүстік, оңтүстіктің бәрінің халқы мүдделі. Өйткені олардың бәрінің туысқандары бар. 8 миллион қазақ тек қана Ауыт Мұқибектің туысқандары емес қой олар. Олар қазақтың 300-нің, оның ішіндегі басқа тайпалардың бәрінің туысқандары. Ол қазақсыз біздің Қазақстандың болашақ тағдырын елестету де қиын. Қазақ қанша көп болса, біздің қауіпсіздігіміз нығаяды. Ол енді әліппелік сауат бұл. Айтып жату артық өзді. Сондықтан, құрметті ағайындар, бұл мәселе жөнінде маған көп адамдар шығып, өзінің алаңдаушылықтарын білдіріп жатыр. Менің сіздерге ортақ беретін жауабым осы. Екінші, мынау жақтас адамдар туралы. Партия құру туралы мен бір 2-3 жігітпен ғана ақылдастымдағы өзім шығып жариладым. Сосын мен ешкімді шақырған жоқпын. Атын атап, түсін түстеп, айналайын пәленбай, осы партия құрғалы жатырмыз, сіз маған келіп, мынандай жұмыс істеп беріңізші, сіз мынандай жұмыс атқарып беріңізші деп мен міне бір адамға айтқан емеспін. Қажет екен партия құру, елдің көкейіндегі осы күн тәртіптегі шаруа екен. Ұнаған халық 1-2 күннің ішінде міне осы WhatsApp-тағы 2 топтың астында келіп өздеріңіз жиналдыңыздар. Рахмет. Және соны 20-ға тарта менің сенімді өкілдерім, қыздар, жігіттер өздері ұйымдастырып, өздері басқарып жүргізіп жатыр. Ары қарай да бұл топтарды көбейтуіміз керек. Мен айттым ғой, 30 мың 40 адамға көбейтуіміз керек.
міндетті түрде көбейтуіміз керек. Сосын жаңағы канал Ұлы медиа деген, оны да жазылым санын сондай көбейтуіміз керек. Өйткені ол біздің байланыс құралымыз. Ал айналайын ардақты қауым, сол жауапты күтейік. Атажұрт партиясының құрылғалы жатқан жаңағы өткізген өтінішін күтейік. Біз ашық айтып қояйын, ана партия, мына партиямен салғыласу үшін, айтысу үшін құрылып жатқанымыз жоқ. Біз ұлт мүддесі жолында бәрімен біргеміз. Бәрімен біргеміз. Ол біздің тағдырымыз шеттегі қазақтар деген. Біздің қолқа жүрегіміз ғой, кешеде айтып жатырмын. Айналайындар, оған бейже қарауға қақымыз жоқ біздің. Ертең оның сұрағы болады. Олардың осы бізден басқа арқа сүйері жоқ шеттегі қазақтардың. Біз деген кім? Біз деген Қазақстан. Біз деген осы қазақ елі. Алаш жұрты сіздер. Сондықтан ол мәселеге, ол геноцидке біз ешқашан бейже қарамаймыз. 17 жылдан бері егер менің шығармаларымды, жазған жазбаларымды оқып келатқан, менің телевизорда сөйлеген сөздерімді тыңдап келатқан адамдар болса, біледі. Мақалалар жаздық. Сол күрестің басында болдық. Мен ұлттық арнаның епірінде тұрып геноцид деп атаған. Міне, оны бүкіл Серікжан Біләшұлы дүние жүзінің төрін апарып көтерді. Сол арқылы жаңағы аталмыш кәсіпкерлікпен кәсіби орталықтар, аталмыш саяси орталықтардың атын өзгертуге мәжбүр болды. Аяғын тартқан болатын батыстың санкциясына ұшырап Қытай өкіметі. Енді келіп мынау жаңағы пандемия дегенді, ауру дегенді сылтауратып, сол қазақтарды аштан, малын аштан қырғалы жатыр. Бұл геноцид, тап-таза геноцид. Сондықтан бұл мәселеге келгенде біз бейжек қалмаймыз, ардақты ағайын. Сондықтан пікірлеріңіз болса ашық айтыңыздар. Халықаралық құқық қорғау ұйымдарынан хат жазыңыздар. Солардан көмек сұраңыздар. Бұл тек қана батыстың күшімен дүние жүзік мынау Біріккен ұлттар ұйымының соның айналасында құқық қорғау ұйымдарының араласуымен ғана тоқтау мүмкін. Қытай солардан ғана имену мүмкін. Сондықтан біз әрекет жасап соларға дабыл қағуымыз керек. Менің айтайын дегенім осы, ардақты ағайын, аман болыңыздар. Мен сіздермен біргемін.